Ассалаумағалейкум қымбатты көрермен, бұл жарайлайық бағдарламасы және оның тілшісі мен Рахат Қосай. Естеріңізде болса, осыған дейін Жанар Қуатбекқызының ісі бойынша Қарағанды облыстық сотында бірнеше рет түсірілім жасадық. Енді Жанар ханымның уәжіне қарасақ, Қарағанды облысының апелляциялық сот алқасы істі бұрмалап, бірінші сатыдағы соттың заңды шешімін бұзған. Осы істің мән-жайын білу үшін Жанар Қуатбекқызының қос бірдей қорғаушылары Тілеужан мен Елнұра Кішкенебаевтардың кеңсесіне келіп сұхбат алдық. Ендеше сұхбатты тыңдап көрейік. Ассалаумағалейкум барша қазақ елі. Баршаңызға қайырлы күн. Естеріңізде болса, Қарағанды облысында біздің өзімнің қорғауымдағы Смағұлова деген азаматшаның арызы бойынша шет аудандық сотының шығарған шешім бойынша білім бөлімінің келтірілген апелляция шағымы апелляция сотта қаралып, қазір уақытта қаулысы жарияланды. Енді қаулысы теріс шешім шығарды деп айтуға болады. Олай дейтін себебіміз соттың өзінің қаулысында бірнеше негіздер келтірілген, соттың бірінші сатының соттың шешімінің күшін жоюға. Бірақ келтірген негіздерін біз өзіміз мына қаулымен танысып шыққанда соттың көптеген бұрмалаушылық жасалғаны анықталды. Атап айтатын болсақ, енді біз осы апелляция сотқа қатысқан кезден бастап өзі сот отырысы үш отырысқа созылды. Сол әр созылған сайын біз өзімізге күмән келді, өйткені сот отырысы барысында ылғи да істі бір жақты ғана қарап отырды. Сенім білдірушім сөйлеген кезде соттың бөліп тастауы, сөзді толығымен аяқтауға мүмкіншілік бермеуі, керісінше білім бөлімінің өкілдерінің сөйлеген сөздерін ұзақ болса да толығымен тыңдауға барынша сот сондай әрекеттер жасап отырды. Яғни сот барысында өзіміздің байқағанымыз сот істі өзінің жаңағы осы білім бөліміне қарай жасағанын біз сонда аңғардық. Бірақ біз соттың аяғына дейін 3 отырыс болса да сот енді әділ шешім шығарады деп біз солай сеніп келдік. Бірақ өкінішке орай біздің сенімімізді сот ақтамады, яғни өзінің антына адал болмады деп айтқымыз келеді. Енді олай дейтін себебіміз соттың өзінің қаулысында бірнеше негіздер келтірген шешім бұзуға. Атап айтатын болсақ, мына жерде мына Смағұлова өзі іссапармен шығатын кезде 21 қараша 2022 жылы 3 күндік іссапар шығу туралы бұйрық шығарған. Ол бұйрық, яғни нөмірі 102 бұйрық. Ол бұйрықтар тіркеу кітабына тіркелген. Бірақ 21 күні тіркелген. Ал өкінішке орай соттың өзінің қаулысында бұйрық 22 күні шыққан дейді. Жақсы, ол соттың бұйрығы 22-сі шыққаны, ол описка қате кетіп қалған. 22-сі деп датасын 21-нің орнына 22-сі деп қате жазылып кеткен. Бірақ журналда тіркеу, бұйрықтар тіркеу журналда ол 21 деп тіркелген. Жанар Қуатбекқызы, апелляциялық сот отырысы болған уақытта сот бүкіл мектептегі іс-сапар, шығыс, бүкіл бұйрықтардың барлығының түпнұсқасын сотқа жеткізуіңіз керек деген болатын. Сол орайда бүкіл құжаттардың барлығы соттың алдына ұсынылған болатын. Енді сот өзінің қаулысын шығарған кезде, сот қаулысын шығарған кезде, дейді 22-сі күні, қараша күні шығарылған бұйрықты 22-сі күні журналға тіркеген дейді. Ол жалған ақпаратты сот қайдан алып отыр? Неге сот журналда бұйрық 22-сі күні 22-23-24 шықты деген бұйрықтың түпнұсқасын көріп, және де журналда 21 күні тіркелді деген журналға тіркелгендігі туралы барлығын алдында көріп отырып, неге бұл нәрсені бұрмалап отыр? Судьяның бұл жердегі журнал алдында жатса да 21 күні отписка кетті деп тұрмыз, 22 күні отписка жасап жібердік. Хатшы маманның қате жазып жібергенін көрсете отырып, бірақ журналда бұйрықтың 21 күні шығып тіркелгендігін туралы растап отқанымызды неге сот бұл жерде бұрмалап отыр? Осыған байланысты мен қазір апелляциялық соттың шешімі шыққаннан кейін, қаулысы шыққаннан кейін бүкіл құжаттарды маған кешегі күн берген болатын қайтар. Сонда мен осы бойынша қаулыны бәрін тексеріп отырып, мінекей, іс-сапар құжаттары деген бар, шығыс құжаттары деген бар. Іс-сапар журналын, мінекей, және деп шығыс құжаттарын тіркейтін журналдың барлығы апелляциялық соттың алдында болған болатын. Енді осы, мінекей, қараңыздар, іс-сапар құжаттары деген журнал тұр, мінекей. Және де осы жерде 102-ші бұйрық, мінекей, 102-ші бұйрық 21 қараша күні 22 жылы Қарағандыға Смағұлова Жанар іс-сапарға кетті деген осыны неге сот
22-сі күн тіркелді дейді. Егер де журналда 21-ші қарашада тіркелді деп тұр, неге сот, апелляциялық сот өз қаулысында неге жалған ақпарат жасап отыр? Неге жалған бұрмалап маған осындай шешім шығарып отыр? Бүкіл құжаттардың барлығында 21 күні шықты дегеннің барлығы менің дәлелім болып тұр ғой. Неге осының барлығын сот неге дұрыс шешім шығармады? Бірақ соттың не себептен екені белгісіз, өзінің қаулысында бұйрық 22-сі күні шыққан дейді, және жарайды қате кетіп қалған бұйрықтар тіркеу кітабында да 22-сі күні тіркелген деп көрсеткен. Қалай ол сонда бұл судьялар бұндай ақпарат қаяқтан алып отыр? Қолында түпнұсқасы журналдың бұйрықтар тіркеу журналы қолында тұр. Ол жер 21-де тіркелген. Неғып жалған ақпарат өзінің қаулысында көрсетіп отыр? Ол біріншіден. Екіншіден, соттың екінші негізге алғаны мына білім бөлімі Смағұлова біздің қорғауымызда азаматшаны жұмыстан шығару кезінде білім басқармасынан келісім алу керек деп көрсетілген. Ол келісім, ол біздің заңда ол көрсетілген келісім алу арқылы ғана жаңағы жүзеге асады, яғни жұмыстан шығаруға. Бірақ өкінішке орай сот барысында бірінші сотта соттың тарапынан біздің талап арызымызда көрсетілген бұйрық, яғни бұйрық шығарар кезде келісімін алмай жаңағы жұмыстан босату туралы бұйрық шығарды деп. Соған байланысты соттың тарапынан сұрақ қойылды. Білім бөлімінің өкілдеріне де, оның қорғаушысына да сұрақ қойылды. Сол кезде олар бізге келісімнің білім басқармасынан келісім алудың керегі жоқ деген. Себебі заң бойынша, қазір заң 24-ші желтоқсанда заң күшіне енеді, содан кейін барып қана келісім керек, оған дейін ол 22-сі күні шыққандықтан, оған, яғни 2 күн бұрын шыққандықтан, оған келісімнің керегі жоқ деп айтқан болатын. Сот барысында сот оған бірнеше рет тоқталды, және де оны орысша түрінде де заңды оқып берді. Сол кезде олар нақты біздің келісімнің білім басқармасы алудың керегі жоқ. Келіспеді деп нормативтік құқыққа сілтеме жасап отырып айтып отыр. Сол туралы қарсы пікірде де көрсетілмеген, өздеріңіз де ауызша біз соны сұрамаппыз. Сол туралы не айта аласыздар? Лауазымдық нұсқаулыққа байланысты білім бөлімі бекітілген, және осы мектеп директорымен. Ол кісі аумақтан тыс жерге шығатын болса, біріншіден оқу бөліміне хабарлап рұқсатын алу керек. Алмап екен, сұрақ түсінбедіңіз ғой. Түсінбедім. Бұл жерде лауазымнан босатудың заң бұзылуының бір жолы ретінде талапкер 5 негіздеме көрсеткен, норматив жоғары соттың норматив нелеріне сілтеме жасайды, сосын еңбек кодексіне сілтеме жасайды. Соның ішінде біреуінде көрсетеді, бір норматив құқыққа байланысты лауазым жұмысынан босату кезінде білім бөлімі облыстық білім басқармасымен лауазым босату туралы келісім жасау керек деген уәжі бар. Таныссаңыздар ең бірінші. Сол туралы не айтасыздар? Ондай келісім алдыңыздар ма, алмадыңыздар ма, бар ма, жоқ па? Құрметті сот мырза, ол білім бөлімі Қарағанды облыстық білім басқармасымен келіседі деген заң 24 желтоқсанда ғана сол кезде ғана қабылданып күшіне ғана енді. Ал біз 22-сі күні, 23 күні жұмыстан шығарғанда әлі білім басқармасымен келісетін туралы күшіне енбеген болады, келісім алу бойынша. Бірінші лауазым ротацияны, бірінші басшыны тағайындау, мұғалімдердің педагогтарды конкурсқа тағайындау, тағы 27-ші бұйрыққа өзгеріс берген болады. Бұл желтоқсанның 24 күні. Мен енді бұл кісілердің айтқасын орыс мәтінін алып шықтым. 95-ші пунктісінде көрсетілген орыс мәтінінде оқып шығайын, ренжіме сендер бәрін түсінесіздер ғой. Освобождение от должности первого руководителя осуществляется по согласованию с областным органом управления образования. Деп солай көрсетілген, и бұл туралы талап арызда бір негіздеме ретінде көрсеткен. Бірақ ссылкасында астыңғы жағында изменение деген что-то мен 22 декабрь 22 жыл вводится действие по подписанию правила редакции приказа Министерства просвещения РК от 22 декабря вводится действие со дня его подписания.
сонда сіз айтқыңыз келіп тұрған 95-ші бапқа 95-ші бөлімге сол кезде ғана өзгеріс енгізілді сол дейсіз. кезде ғана енді 24 декабрь күні 2022 57 бұйрыққа өзгеріс сол кезде енді. Сол кезде енді дейсіз. Мектеп басшыларының А сіздер қай күні шығардыңыздар? 23 декабрь. 23 күні шығардыңыз. Жақсы, яғни сіз мынаны білген жоқпыз дейсіздер да? Сол кезде оған жоғары күшіне де енген жоқ. Келісім алу керек. Жақсы, сіздің түсінігіңіз. Алма Бакина бұған туралы не қолдайсыз ба? Қосып айтарыңыз бар ма? Қолдаймын, өйткені бұйрық бұған дейін мынау заңға өзгеріс енгізгенге дейін шығып тұр. Сондықтан да Неге? Содан кейін шығып тұр ғой. 22 күні вводится действие дейді. А бізде 23 акт выносится. 23, бұл 24 шығып тұр отыр. Жоқ, мына жерде былай болды. Сноска правила реализации приказа Министерства просвещения РК от 20 вводится со дня его подписания дейді. Әлде қол қойған күні басқа күн ба? Емел Қанат, сол туралы айтыласыз енді. Сіздің саладағы нелер ғой бұл? Сол точно 24 Жақсы. Түсіндім онда. Басқа сұрағым жоқ, сізге қоятын рахмет, жауап берген өкілдері. Бірақ сот алқасы өзінің қаулысында айтады, бірінші сатыдағы сот жаңағы білім бөлімінен басқармасынан келісім алды ма алған жоқ па деген сұрау салдырмаған дейді. Оның сұрауы не үшін керек? Егер де сот барысында білім бөлімінің өкілдері және де оның қорғаушылары бізге келісімнің керегі жоқ, біз алған жоқпыз деп тұрғаннан кейін, онда оны анықтаудың не керегі бар? Бұл жерде сұрақ дау туындап тұрған жоқ қой. Сондықтан алқаның бұндай тұжырымға келгені негізсіз. Енді ең қызығы операция сот алқасы барысында мына білім бөлімінің өкілдері сотқа келісімді алғандығы туралы қағаз ұсынып отыр. Яғни хатқа жауабын ұсынып отыр. Яғни бұл жауапқа сүйенетін болсақ мәтініне Смағұлға, яғни білім бөліміне білім басқармасы Қожахметовадан жауап келген. Яғни Смағұлова Жанарды жұмыстан шығару үшін сіз өзіңнің құзыреттілігіне қалдырамын деген жауап, яғни келісімді берем деген сөз. Сонда бұндай келісімнің бұл қаяқтан пайда болды? Бұндай жалған құжат деп біз айтқымыз келеді. Неге десеңіз, сот барысында бұл құжаттың қайдан шыққан тарихы жоқ, ешкімде көрсетілмеген. Сот барысында апелляция алқа біздің 102-ші бұйрықтың шыққан кезде соның тіркелгендігі туралы журналдың түпнұсқасын сұратқан болатын. Өйткені ана бұйрықтың растығын тексеру үшін. Ал неге апелляция сот алқасы сондай жан-жақты объективтің тергейтін жақсы судья болатын болса, неғып бұл мына бұйрық қақтан шықты? Келісімді беру туралы жауап. Бұның тарихын неге зерттемейді? Бұның тарихын осындай Смағұлды білім бөлімінің басқармасына өтініш түсірді ма? Түсірсе ол қандай жаңағы журналға тіркелді ма? Кіріс журналына, шығыс журналы арқылы мына жауап қайтарылды ма? Осының бәрі неге зерттемейді? Неге оның бәрі анықтамайды? Операция алқа соншалықты құжатқа мұқият қарайтын судьялар болатын болса. Бір жалған, біз еш жерге тіркелмеген, еш жерде, мына жерде ЭЦПС тіркелмеген, мына кез келген хат через ЭЦП арқылы мектеп аралықтарына жолданады. Сол жолданған кезде мына жер ЭЦП тіркеледі, уақыттары, бірақ онда ештеңе жоқ, бір черновик қағаз әкелді, сотқа ұсына салды жалған құжатты. Осы жалған құжатқа сүйене отырып, сот шешім шығарып отыр. Яғни келісім алған, сондықтан мына бірінші соттың шығарған шешімі негізсіз деп соған байланысты мына шешім бұзып отыр апелляция алқаның. Сондықтан соттың екі негізге сүйенгені дұрыс емес. Біріншіден жаңа айтып өткендей журналға 21 күн тіркелген десе, оны 22-сі деп сот жалған ақпарат шығарып отыр, өзінің қаулысында жалған. Енді мынау қаяқтан анықталған. Бұл ИСОДО деген мемлекеттің госоргандардың өзінің бір-біріне хат жолдағанды база арқылы жібереді, ИСОДО деген база. Ол жерде ЭЦПС бәрі көрсетіледі. Яғни осы Смағұлдың ИСОДО базасы арқылы хат мектепке жолданды ма білім бөлім басқармасына? Оны анықталған жоқ. Одан кейін ол жақтан ИСОДО арқылы хат обратно кейін өзіне келді ма? Ол да анықталмаған. Одан кейін мына қазір беріп отқан черновик қағаз, не қағаз екені түсініксіз. Осы қағаздың ішінде визасы да жоқ, жаңағыдай ЭЦПС та жоқ. Бұл қағаздың шығу тарихы түсініксіз. Бұны сот барысында операция алқасы зерттеген жоқ. Яғни бұл қаяқтан шыққан қағаз деген анықталған жоқ. Сондықтан мен операция алқасының мына тура биде туған жоқ деген үш бидің
адалдығын, әділдігін көрсете алмады деп айтқым келеді. Үш судья істі бұрмалап, заңсыз шешім шығарды деп айтқым келеді. Сондықтан мен қазір жоғары сотқа үндеу жолдағым келіп отыр. Жоғары сот осы біз өзіміздің өтініш хатымызды жоғары сотқа жібереміз, және де жоғары сот осындай апелляция алқаның жіберген кемшіліктерін мұқият зерттеп ескеріп қараса дейміз. Өйткені біз жаңа Қазақстан, елбасым президентіміз жаңа Қазақстан деп жатқан кезде осындай заңсыз шешім шығаратын судьялар жұмыс істемеу керек деп айтқым келеді. Бұндай алдамшы судьялардың жұмыс атқаруға тиісті емес. Сондықтан жоғары соттың назарын аударғым келеді. Істі өзіңіз қадағалауға алып, осы бойынша бірінші сатының әділ өзінің жаңағы жан-жақты зерттеп шығарған шешімін күшінде қалдыру керек. Апелляция алқаның негізсіз заңсыз бұзған қаулысын күшін жоюға сұраймыз, және соған өтініш хат түсіреміз, және осыны істі өзінің қадағалауына алса деп айтқым келеді. Мен енді әріптесім әрі қарай толықтырады. Бұл отырыстың бірнеше отырысқа созылғаннан біз өзіміз бір түсініксіз жайтқа кіргенде болдық. Өйткені ешқашан апелляциялық шағым бойынша жаңағы облыстық сотта ондай ұзақ уақыт қаралмайтын. Яғни айтқанда біз мына Шет аудандық сотында жан-жақты объективно зерттеліп, зерделеніп, 2 ай сот болды, сот процесі өтті. Сол кезде әділ шешім шығарылып, жан-жақты зерттелген болатын. Алайда қалалық сотқа келген кезде жаңағы әріптесім айтып өткендей, талапкердің берген апелляциялық шағымы бойынша талапкерлердің сөзін басты назарға алып, яғни сол кісілер не айтады, соны қолдап отырды. Оны біз өзіміз сот барысында да анықтап отырдық. Алайда бізге жаңағы қитұрқы сұрақтар қойып, яғни айтқанда менің қорғауымыздағы азаматша Смагуловаға жаңағы сіз бұйрық шығардыңыз, бұйрық бойынша командировкаға бардыңыз, аталған сол командировкаңыз бойынша бухгалтерияға ақшаңызды өткіздіңіз бе, не себепті алмадыңыз дейді. Біз ол кездерде мысалға нақты айтқан болатынбыз. Ол бухгалтерияға өткізіп, ол ақшасын ала ма, алмай ма, ол азаматша өзі білетін. Сонымен қатар бұл негізі мына бұйрық 102-ші бұйрықты шығарылып, және журналға 21 болып тіркелгенін біз сотқа түсіндірдік. Оны жаңағы ол жөнінде атап өттік, және де оригинал журналдың түпнұсқасын барлығын көрді сот. Алайда жаңағы қаулыда көрсетілгендей, әріптесімнің айтқан жаңа 2 маңызды жаңағы жайттарды назарға алатындай қылып көрсетіп қойған екен. Сонымен қоса мен тағы қосатыным, жаңағы 21 деп көрсетілген журналдан кейін сол бұйрық негізінде бұл кісі, яғни Қарағанды облысына келді. Қарағанды облысында өзінің жұмыстарын бітірді, және де ол Қарағанды облысына шығар кезде жаңағы сот барысында жаңағы талапкерлердің айтқаны жоғарыда басшыдан сұрау керек еді, директор дейді. Ал ол жөнінде Смагулованың жаңа білім бөлімінің басшысына хабарласып, бұның барлығын ескертіп, соның сұрауымен облысқа кеткен. Содан кейінгі жайт, соның рұқсатымен барды, қалаға барып жұмыстарын бітірді, және де жұмыстарын бітіріп болғаннан кейінгі жаңағы уақытта темір жолға барып билет алмақшы болған кезінде, яғни ол жерде жаңағы билеттің болмағандығын біз оны сотқа ұсындық. Оны сотты да Шет аудандық сотының судьясы арнайы темір жол вокзалына жаңағы запрос жібертіп алдыртқан болатын. Яғни сол аталған күні сағат 4-ке дейін жаңағы пойыздардың жүргенін, алайда 4-тен кейін Шет ауданына қарай Қарағанды облысынан пойыздың болмағандығын көрсеткен. Яғни мен қорғамдағы азаматша 22 қараша күні әділет департаментінде болғандығы туралы, 23 қараша 2022 жылы сол жаңағы Киікті станциясына дейін пойыз болмағандықтан, яғни түстен кейін жұмыстарын бітіріп, әрі қарай пойызға барып билет алмақшы болған кезде
нақты Киікті станциясына дейін пойыз билеті болмаған, ол жөнінде жаңағы запрос біз сұрау салдырттық. Сонымен қатар да сот тарапынан да сұрау салдыртылды. Сол кезде нақты анықталғандай, ол жерде нақты билеттің болмағандығы көрсетілді. Сол себепті 24 қараша күні таңертең жаңағы Киік станциясына барғандығын және де әрі қарай жұмысқа кіріскендігін атап өтті. Сонымен қатар бұл жерде тағы ескеретін жайт, мен қорғауымдағы азаматша, яғни Смағұлова Жанар ханым, осы мектепте қандай да бір тексеріс жұмыстары жүрген кезде бір қандай да бір жаңағы мысалы мектепте бір қандай да бір жаңағы дұрыс жасалмаған іс-әрекеттеріне айыппұл ретінде тағылған кезде, яғни мен қорғауымдағы азаматша өз қалтасынан жеке осы жаңағы айыппұлдарын төлеп отырған. Бұған не себепті білім бөлімінің басшылары басты назарға алып, бұл қателік біздің тарапымыздан кетіп жатыр, бұл мектеп жаңадан ашылған мектеп, ондай кемшіліктер болса бәріміз қолдаймыз деп неге айтпайды? Жан-жақтан келген тексерістердің барлығына, жаңа салынған айыппұлдарына мен қорғауымдағы азаматша өз жеке қалтасынан ақшасын төлеп отырды. Осындай қателіктер бір емес бірнеше рет жасалынып отырғандықтан, яғни бұл аталған күні, яғни 22 қараша күні әділет департаментіне барғанда, және де өзіне керекті мәліметтерді, кеңестерді алу үшін барғаны, яғни қайта-қайта енді айыппұл жан қалтасынан төленіп отырғаннан кейін осы істің мән-жайын анықтау мақсатында барған болатын. Оның барлығы шындығы керек, сот барысында анықталды, айтылды, бірақ дегенмен де қалалық сот бұл жерде жаңағы аудандық сотта ұсынылмаған құжаттарды қайта алдыртып, сонымен қатар және де жаңағы жалған, жаңағы біз 21 деп журналды көрсетіп отырсақ та, алайда ол жерде 22 деп көрсетіп, өз жаңағы қарағанда біздің айтылған сөздеріміз басты назарға алмай, өздерінің ой пікірлерімен санаса отырып, сол жерде қаулы шығарып отыр. Бұл шығарылып отырған қаулы негізсіз, заңсыз, біз толығымен келіспейміз. Өйткені оны біз жар сөзде де, сот барысында да қаншама айтып өттік, кімнің қандай қателігінен салдарына болып отырған. Сол себепті шет аудандық сотының шығарылған шешімі заңды болған, жан-жақты зерттелген болған. Ал енді бізде қазіргі таңда адвокаттар қауымы, қазір біз жоғары сотқа өтініш хат бергелі отырмыз. Сол өтініш хатымыздағы басты назарға алатын жайтымыз осы ауданның шығарылған шешімін өз күшінде қалдырып, облыстың шығарған қаулысының күшін жоюыңызды және де жаңадан қаулы шығаруыңызды сұраймыз. Тағы айта кететін жағдай, мен тағы да қоса кетейін. Бірінші сот кезінде соттың тарапынан сұрақ қойылды ғой, шет ауданының жаңағы білім басқармасынан білім бөлімі не себептен келісім алмады деді. Оған олар жауап берді, келісімнің керегі жоқ деп. Бірақ сөйтіп айта тұра келісім алғандығы туралы мынандай жауапты апелляциялық сот алқасына әкеліп отыр. Бұл апелляциялық сот алқасына апелляциялық шағымға да тіркеп отқан жоқ бұны, және де бұл жауапты не себептен бірінші сотта ұсынбады сотқа. Соттың қойған сұрағына не үшін келісім алмадыңыз деген кезде, бізге келісім керек жоқ дегенше, жоқ, келісімді біз алғанбыз, міне бар деп неге көрсетпейді? Тең бөлі бұл жерде жаңа келісімді 22 күні 22 декабрь 2022 жылы жаңа не шыққан екен, келісім беру туралы шешім қабылданған екен білім басқармасына. Не себепті осындай шешім қабылданған болса, осыны неге бірінші сотта ұсынбайды? Осы қағазды апелляция сот алқасы қабылдап, және де осы қағаздағы келтірілген жаңағы ешқандай тіркелмеген, журнал шығыс кіріс журналдарына тіркелмеген, ешқандай СЦПС жоқ, ИСОДО базасына тіркелмеген бір жапырақ жаңағыдай жалған қағазға сүйене отырып, бірінші сотының шешімін жоюға осы негіз қылып отыр, осыны себеп қылып алып отыр. Сондықтан осы жағдайдан кейін біз соттарға өте күмән келтірдік. Қазіргі уақытта біз соттың әділ шешім шығармағаны, жаңағы бұрмалаушылық жасағанын біз басқалай қабылдап отырмыз. Енді қазір білесіздер, халық
тек қана мынау заң жоқ деп ұрандатып жатыр, мынау полиция басқармасында заң жоқ, прокуратурада заң жоқ деп, енді жалғыз сот үміті сот еді. Енді сотта да осындай бір малашық болғаннан кейін халықтың сенімі уже сотқа деген қалмады десек те болады. Өзіміз мына апелляция сот алқаға сеніміміз қалмай отыр. Сондықтан жоғары соттан мен тағы да назарына салғым келеді. Осындай қателік жіберген апелляция сот алқаларының қаулысының күшін жойып, және де осы соттарға шара қолдануды, алдағы уақытта осындай кемшіліктерге жол бермеу үшін жеке қаулылар шығаруды, және де мына бірінші соттың шешімі өзінің күшінде қалдыру туралы жаңа қаулы шығаруыңызды сұраймын. Сұхбатта адвокаттардың сөзімен заңға сүйеніп айтар болсақ, білім бөлімінің басшысы Елдос Смағұл талап қоюшы Жанар Қуатбек қызын директор лауазымынан босату үшін білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21 ақпандағы нөмірі 57 бұйрығының ережелеріне сәйкес Қарағанды облысының білім басқармасынан рұқсат алуы керек. Бірақ бірінші сатыдағы, яғни аудандық сотта Елдос Смағұлдың өкілі мен адвокаты бізге облыстық білім басқармасының келісімі керек емес деген еді. Бірақ олар апелляциялық сотта әлгі келісім қағазын алып келді. Осыған сүйеніп апелляциялық сот алқасы Жанар ханымның жұмыстан заңсыз босатылды деп жазған талап арызын қанағаттандырудан бас тарту туралы жаңа шешім шығарды. Сонда соттардың өзі заңды өрескел бұзғаны ма? Бұған жоғары сот пен оқу ағарту министрлігі не айтады? Барлығын жариялаймыз, бізбен бірге болыңыздар. Рахат Қосай, Мадияр Ермек, Заң Лайф арнасы үшін.